жүйкелері 31 сегмент бар. Біз бірінші жолында бөліп алуымыз керек. Бізде орталық жүйке жүйесі бар, шеткі жүйке жүйесі. Орталық ми мен жолын, а шеткері мына тармақтары, ганглиялар солар. Так, бізде шеткер жүйке жүйе, бізде 12 жұп нерв, бас сүйектен шығатын. Ол бас аймағы мен мойын аймағын жүйкелендіреді. Ал қалған дене бөлігін ол жолын нервтер жүйкелендіреді. 31 сегмент, 31 жұп. Так, біз жолын жүйкелері, жолынан шыққанда бізде ол тармақтарға бөлінетін еді. Алдыңғы, артты, менингиалды и анау неге симпатикалық түйінге баратын тармағы. Ақ байланыстырушы талшық міне. Артты. Даникер талшық. Ана ақ даникер талшық, симпатикалық түйінге. И алдыңғы, ені менингиалды, қабықты жүйкелендіретін менингиалды. Оны дураматор, арахноидем, пиаматор. Так, бізде артқы тармақасы қысқаша айтып кетейік, нервус спиналис постериор. Так, нервус спиналис постериор бізде, так, нервус спиналис постериор бізде артқы бөлігін жүйкелендіреді. Терілерін, сол жақта бұлшықеттерін. Ол бізде оны жүйкелендіру аймағы бізде линейя скапулярис деген бар. Жауырындық сызық и ортаңғы сызық бар, ол қалқандарының үстіне өтетін. Сол аймақты жүйкелендіреді. Дорсалисі. Артқы бөлігі. И біз артқы бөлігін айтып кеттік, симпатикалық түйін вегетативті де айтып кетеміз. Менингиалды түсінікті. Терілік, сезімтал жүйкемен жүйкелендіреді. Менингиалды, арахноидия, дураматор соларды. И менингитті сол жаққа ауырады ғой. Сол сезімтал, адам қатты қиналады. Бұлар тек қана жұлыннан ғана қатты жүйкелендіреді. Ал бізде бас сүйекте, үшкіл жүйке әр тесікке кірмей тұрып бір рамус менингиалис бөлетін еді. Бастың несінде бәрінде максиларисінде де, мандибуларисінде де бәрінде бар емес. Барлығында бар. Сөйт жүйкелендіреді. Енді бізде нервус спиналис антериорды айтып кетеміз. Алдыңғы тармағы. Алдыңғы тармақ уже бізде өрімдер құрайды. Алдыңғы тармақтары бір-бірімен байланысы өрімдер құрайды. Мойын өрім бар, иық өрім бар. Кеуде өрім емес, ол жақта бізде аутохтонды орналасқан. Яғни аутохтонды, яғни жергілікті бұлшықеттерді. Аутохтон екен, бұлшық қой? Жоқ, аутохтонды ол жергілікті бұлшықеттер. Алда арқалық шығыттер ол. Жергілікті, сол нерв қайда орналасқан, сол жақта бұлшықетті жүйкелендіре береді. Яғни қабырғаларының бойымен таралған. И бізде бел өрім бар, сегіз өрім бар, и құйымшақ өрім. Құйымшақ өрім ол бірақ нерв жабдығы өмесінде. Яғни біз сөйтіп біз бірінші жүйке талшығында естерінде болса бізде қозғалтқыш тармағы бар еді, сезімтал тармақ и вегетативті тармақтар болатын еді. Бізде вегетативті айтпаймыз, ол өмірі жүреді. Енді бізде ең негізгі сезімтал мен бұлшықеттік тармағы қозғалтқыш. Сезімталды біз терілік жүйкелер дейміз, теріні жүйкелендіретін. Қозғалтқыш бұлшықеттік, жұлындарды айтқанда. Сезімталдық пен бұлшықеттік зоналар бір-біріне сәйкес келмейді. Яғни бізде мысалы нервус мускулокутанеусы иық терілік нерв, но бізде нерв, бізде мына жақта иықтың алдыңғы топ бұлшықетін жүйкелендіреді, бірақ терісін жүйкелендірмейді. Бірақ естественно терілік тармағы бізде білек бар ғой, сол латералды бөлігін терісін жүйкелендіреді. Соған сәйкес теріні жүйкелендіретін тармақ анау жұлыннан бөлек нерв ретінде шығып отыр ма? Соған сәйкес бізде сезімталдық зоналар бар ғой, нервтер қай сезімтал зонаны жүйкелендіреді. Мысалы мына жақта алдыңғы білек бұлшықетін жүйкелендіреді, мускулус көтереміз. Бірақ қара, мына жақта терілік аймақтар басқа нервтер. Себебі ол теріге тармақ бермейді деген сөз. Ал оның терілік тармағы мен енді жетімен көрсеткен білектің латералды бөлігі. Міне, зонасы, сезімталдық. Яғни сезімталдық пен бұлшықеттік зона бір-біріне ешқашан сәйкес келмейді көп жағдайда. Сонда сезімталдықтың талшықтары жеке жұлыннан өзі басынан бастап жеке шығып келеді ме сонда? Жоқ, әлде бұлшықеттік тармақ келіп сезімтал болып кетуге болады? Жалпы жұлын жүйкелерінде бізде сезімтал да болады, бұлшықеттік те, вегетативті де болады. Бірақ вегетативті ол міндетті түрде жүреді бұл жерде. Енді сезімталдық ол бізде терілік жүйкелер құрайды, бұлшықетті қозғалтқыш. Яғни екеуінің зонасы бір-біріне сәйкес келмейді көп жағдайда. Соны ажыратып алу керек. Зонасы деген ол бірақ сонда қара, бірінен келеді, бірақ тармақтар бермейді да. Мысалы мына жақта келгенде қозғалтқыш тармақ береді, бірақ сезімтал бермейді. Байланыспайды. Мына жақта бір жерде бұлшық, басқа жақта терілік бар ма? Сондай болып кетеді, зоналар сөйтіп сәйкес келмейді бір-біріне. Соны түсіну керек. Бір жерде бұлшық, терге де Бір нервтің құрамында екеуі де келе жатады. Екеуі де келеді, бірақ мынау басқа зона, мынау басқа зонаны жүйкелендіріп тұр да. Мынау естественно мына терісі жүйкеленбеген зона басқа нервтердің талшықтары жүйкелендіріп береді. Сонда бір нерв мына жерде бұлшықеттерін жүйкелендірсе, мына жаққа барған кезде, айналған кезде, қолың артына айналған кезде сонда терісін жүйкелендіреді, бұлшықетті жүйкелендірмей ма? Сондай. Зоналар сәйкес келмейді, сонда сезімтал қозғалтқыш. Солма зоналар сәйкес келмейді. Так, енді мойын өрімнен бастаған. Так, мойын өрімі, плексус cervicalis, мойын өріміне бізде
жалпы жұлында 31 сегмент дедік, 8 мойындық, 12 кеуделі, 5 бел, 5-8 көз, и бір құйымшақ. Бізде ол жақта мойын өріміне бізде алғашқы 4 сегменттер қатысады, С1 мен С4. 31-дің алғашқы 4 сегменті мойын өрім түседі, алдыңғы тармақтары. Мойын өрім бізде терлік жүйкелерін, қозғалтқыш жүйкелерін және аралас жүйкелерін ажыратады. Аралас деген ол сезімталды қозғалтқыш тармақтар береді бірдей. Так, енді терлік жүйке бізде кіші шүйде жүйкесін ажыратамыз, nervus occipitalis minor. Мына жақта бізде сезімтал. Терлік. Nervus occipitalis minor. Так, бізде айтып кететін нәрсе, plexus cervicalis бар, мойындық өрім. Musculus sternocleidomastoidea. Төс бұғана емізік тәрізі бұлшықтың артқы жиегін, артқы қырыны ортаңғы бөлігіне шығады. Мына жақтан бұлай тармақталатын нервтер. Сөйтіп біз артқы бөліге, сөйтіп орталық бөлігін тармақталған кейін бізде ең артына nervus occipitalis minor шығады. Кіші шүйделік нерв. Ол бізде сезімталды деген. Оның енді сезімталдық зонасы болу керек. Сәйкесінше. Так, бізде ол сезімталдық зонасы міне 5-ке сәйкес келіп тұр. Nervus occipitalis minor. Бұл сезімталдық зонасы. Nervus occipitalis minor, но оранжевый тұр ғой. Осы бөлігін терісін жүйкелендіреді. Бұлшықеттің емес, терісін зонасы. Енді бізде үлкен құлақ жүйкесі бар. Nervus auricularis minor. Мынан барлығы айтып жатқан қазір сезімталдық, бұлшықеттік емес, тек терлік. Енді тура occipitalis minorдың жанынан шығады ол. Үшпен көрсетілген. Бәрі сонда солай бөліне ме? Терлік, бұлшықет. Терлік, бұлшықтық, аралас. Бәрі солай бөлінген Көп, көбінесе қателеспесем солай еді. Қазір оны талдап жатып, nervus auricularis magnus, оның терлік зонасы міне 8-мен көрсетілген. Міне ол да құлақ қалқан жүйкелендіреді, сыртқы есту өтісін жүйкелендіреді, міне терлік аймағы, nervus auricularis magnus. Қайдан алдың зоналарды? Бұл кітапта көбінесе бермейді, сен 4-ші томда болу керек, и интернеттен іздесең табылады. Бізде мойынның көлденең жүйкесі бар, nervus transversus colli. Мен ол шықты, ол бізде бірден былай көлденен алдыға қарай кетеді. Кетеді екі тармаққа бөлінеді. Ramus superior міне үстінен, и ramus inferior. Бізде анастомоз деп айта алмаймыз, иә? Анастомоз, егер жетімен қосылып тұрса, негізі жүйкелер артерия қосылып кете береді. Енді ramus inferior келеді, бізде бетке ілмек түседі. Бетке ілмек ол nervus facialiспен қосылады. Nervus facialis'in ramus colli деген тармағы бар. Мойындық тармағы, міне. Мына бізде 2-мен көрсетілген, nervus facialis қой. Міне екінші ramus colli. Мойындық тармақ. Осы мойындық тармақ пен ramus inferior қосылып, бетке ілмек түседі. Бетке ілмек бізде мойынның алдыңғы бөлігін терісін жүйкелендіреді. Бетке міне 7-мен көрсетілген. Мына жақта, міне мына жақта 9-бен. Терісін жүйкелендіреді. Бұлар қос қой, иә? Қалай? Ар жағында да бар ғой, мына жақта да. Мына жақта да бар ғой. Міндетті түрі симметрия. Біз тек бір жағын талдаймыз, екінші жағы тура сондай. Так, бізде енді бұған үсті жүйкелер, nervus supraclavicularis. Ол бөлінеді, төмен қарай 3 тармақпен кетеді. Бұған үсті. Ол терлік. 3 тармақпен кетеді, posterior, intermediate, anterior секілді. Яғни бұғаннан үстінің терісін жүйкелендіреді. Ол мына жақта міне 10-мен көрсетілген, үстіңгі бөлігі. Екі жағы, енді артқы бөлігін кішкентай бір тармақтарын жүйкелендіреді. Бұғаннан үсті бөлігі де. Міне. Кеуде бұлшықеттеріне кете ме? Кеуде кетпейді. Бұлшықетке кетпейді ғой. Бұғаны үсті деп тұр, бұғаннан төмен кете алмайды. Міне 10-мен көрсетілген, бүйірінен қарағанда алдынан қараса міне тұр. 8-бен. Яғни бізде сезімтал тармақтарын айтып шықтық. Түсінікті, зоналары несі. Егер оны түсінбесең, конспект жазсаңда естеріне қалып кетеді. Так, енді бізде бұлшықеттік тармақ, уже қозғалтқыш тармақтар. Бұлшықеттер тікелей нервтендіретін. Бізде терең мойын ілмегін айтамыз. Терең мойын ілмегі ол мойындық өрім мен 12-ші жұп нервтің қосындысына пайда болады. Ол терең орналасады. Бетке де ілмек, терең ілмек ол бұлшықеттердің ішінде орналасады. Терең. Терең нерв. Бізде Тіләстің нерв өзі ол қозғалтқыш нерв. Тіләстің нерв негізі өзі жүйкеге қажет иннервация жасайды. Тіл бұлшықеттер. Так, бізде тіл асты сүйегінің жоғары бөлігін жүйкелендіретін жүйке. Бізде енді көкпен көрсетіп тұр ғой, nervus hypoglossus, тіл асты жүйкесі.
міне мына жақта бізде мойын ілмек мойын өрімдері міне мына мойын өрімдері тармақтар содан міне мынау тармақшада рамус инфериор құрайды ол ілмек тәрізді барып 12-ші жұп нервпен қосылады міне ілмек терең ілмек түзілді ол бізде чисто қозғалтқыш терілік жоқ сөйтіп келеді ол тіл асты сүйегі бар ғой соның төменгі бұлшықеттердің барлығын жекелендіріп шығады уже қозғалтқыш ол терең ілмек 12-ші жұп нервпен қосылады ол түсінікті бізде енді мойынның аутохтонды бұлшық ет енді мойын аутохтонды жергілікті мойын бұлшық еті мына жақта бізде тармақтар шығады да сол мойынның жақын тұрған бұлшық еттеріне кіріп қозғалтқыш жүйкемен жекелендіреді бұл араласы болды ма сен жаңа аралас па бұл жоқ қозғалтқыш аутохтонды жергілікті нерв тарады тармақ бере береді енді бізде соңғысы қалды мойын өрімді аралас жүйке аралас ол сезімтал да қозғалтқыш та бірге тармақта болады оны бізде көкет жүйкесі нервус френикус жатады нервус френикус бізде мына жақтан бірнеше міне S3 S5 яғни бірнеше сегменттерін қосып былай төмен кетеді төмен кетеді да міне төмен кетеді мына жақта мускулус серратус деген бір сатылы бұлшық алдыңғы сатылы бұлшықетпен барады да мына жақта бізде кеудеде екі апертура бар еді апертура супериор инфериор осы жоғары апертурамен кеуде қуысына кіреді кеуде қуысына кірген мына жақта өкпе бар и жүрек бар жүрек пен өкпеде бізде плевра перикард екеуінің арасында желге секілді қалыптасады осы арқылы түсіп плевра мен перикардта жолда тармақтар береді сезімтал и көкетке түседі көкетте уже қозғалтқыш тармақтар бөледі қозғалтқыш тармақтар ол жақта да сезімтал тармақтар бөледі бұлшықетке и одан бөледі да мына жақта вена кавия инфериор қателеспесем тесігі бар сол арқылы бауырға қарай кетіп қалады бір тармақтары и іштің кейбір бөлігін жекелендіріп бауыр жақты сонда оған сезімтал беру керек иә сезімтал өкпенің жиырылып не істеуіне не жасайды ғой соны өкпеге бармайды өкпеге барады плевраға ол тек сезімтал мысалы плевра перикард ауырады қозғалтқыш бұлшық сол кезде ауруын сезінесің ауру сезімі сол қозғалтылмайсың бірақ өкпеңде бірақ ауруын сезесің жоқ өкпе ал демалғанда өкпені не жоқ ол қатысады нервус мускулус френикусы көкетті жекелеп сол қатысады астынан жиырып көтеріліп ең негізгі көкетті былай тартқан кезде ма анау ашылады анау жиырған кезде жиырылады шығарады иә негізі өкпені не ерітендіреді өкпені симпатикалық парасимпатикалық ойбай симпатикамен парасимпатикамен қосып афферентті де жүреді но тек бір бөлігін нервтендіреді да көкет жүйкесі бірақ ол бар құрамында біз мойын өрім аяқтап тастадық түсінікті иә түсінікті так енді иық өрімі плексус брахиалис так плексус брахиалис біз алғашқы мойынның 4 сегменті кетіп қалды бізде 27 сегменті қалды так енді бізде плексус брахиалис иық өрімде бізде S5 пен S8 и бірінші кеуде омыртқасын бір тармақ келіп қосылды яғни S5 пен TH1-дің арасы бірінші кеуденің арасындағы жолының алдыңғы нервтердің тармақтарынан түзілетін өрім бізде жалпы иық өрімі бізде қолды толығымен жүйкелендіріп береді қозғалтқыш сезімтал тармақтары бізде оның былай қолға өту үшін бұғаның үстінен өту керек қой и бұғаның үстінен бұғаның астынан былай қолтық арқылы қолға таралу керек қой соған байланысты біз бұғаны үсті бөлігін ажыратамыз жүйкенің и бұғаны асты бөлігін бұғаны үсті бөлігінде бізде алғашқы үш не түзіледі сабау секілді міне өрімдер бір-бірімен байланысты ғой соған сәйкес трункус супериор медиа инфериор түзіледі осы үш трункустан бізде уже келесі тармақтар пайда болады бізде енді иық өрім бұғаны үсті бөлігінің тармақтары ол жақта бізде иық белдеуінің бұлшықетін жүйкеленеді и одан бөлек арқаға да өтіп кетеді кейбір бөліктер кеуденің біз бірінші жауырынның дарсальды жүйкесі нервус дарсалис скапула былай бар ғой нервус дарсалис скапула мына жақта естеріңде болса мускулус трапециустың астында мускулус ромбоидеус минор майор болды и мускулус леватор скапула бар еді жауырынды нервус дарсалис скапула мына жақтан түзілді мына жақтан трункус супериор медиа инфериор өтті содан былай түседі да біреуінен түседі супериор ма медиа ма инфериор ма есімде жоқ нервус дарсалис скапула түседі да осы жақтағы жаңағы ромб тәрізді бұлшық және леватор скапуланы жүйкелендіреді екі жауырынның ортасындағы бұлшықетті жүйке екі жақтан енді бұл жауырынның дарсальды жүйкесі енді бізде нервус супраспинатус бар супраспинатус тура келеді бірақ бізде жауырында инсессура скапула деген бар еді жауырынның тілігі деген бар жоғарғы жағында так қазір менде суретті жауырынның тілігі сол жауырынның тілігінде жоғарғы бізде байлам бекитін еді сөйтіп ол бізде неге тесікке айналып кететін еді бұл да жоқ так бездеродимная
міне қараңдар мына жақта жауырын тұр иә иә. алдынан қараң көрінсін міне мына жақта тілігі тұр ғой сол тіліктің үстін байлам жабады лигаментин трансскапул и қара мына тесікке айналып кетеді да сол арқылы мен нервус супраспинатус и артерияда өтеді тура соның жанымен вена үшеуі почти бірге жүреді сол нервус супраспинатус өтеді да қай жерден өтеді дедің? міне мынау жауырын тұр ғой алдынан қарай көз мынау қара мынау тілігі тұр ғой сол тіліктің үстіне қара мынау байлам жауып тұр и қара тесікке айналып кетті мынау жауырынның ішкі бөлігі ме әлде сыртқы мына алдынан қараған мен саған қалай қарап тұрмын сондай алдынан қараған көрінісі артында не салған секілді міне мына артынан қараған көрінісі мынау тесік мына тілік тұр ғой міне үстін байлам жапты міне тесікке айналып кетті осы арқылы нервус супраспинатус өтеді осы супраспинатус солай өтеді да мына жақта мускулус супраспинатус бар еді мускулус инфраспинатус еді яғни осы өтеді да сол қылқан үсті бұлшықеті и қылқан асты бұлшықеттерін жекелендіреді нервус супраспинатус түсінікті қай иә бар сол нервус супраспинатус по-моему терес минор еді ау соларды ма? иә міне мынау нервус супраспинатус міне жаңағы тесік арқылы өтіп міне мускулус супраспинатусқа тармақтар именно инфраспинатус и мына жақта терес минор кіші жұмыр бұлшық кіші жұмыр міне нервус супраскапулярис жоқ иә супраскапулярис мына жақта дорсалис скапула айтып кеттік уже и бізде нервус субклавиус бар нервус субклавиус мына алдыңғы бөліктен шығады да мына жақта бізде мускул субклавиус бар еді бұғана асты бұлшық зачем соны жекелендіреді болды сонымен бітеді мына жақта тұр и бізде одан бері нервус тарацикус лонгус бар ұзын кеуделік нерв ұзын кеуделік шығады мына жақта бізде алдыңғы тісті бұлшық бар еді ол мына қабырғалардан бастап алғашқы 9 қабырғадан бастап бізде жауырынның медиалды бөлігіне бекитін еді сөйтіп былай қабырғаны көтеру қызметін атқарады тыныс алуға нервус тарацикус лонгус сол арқылы түседі да мына жақта сол алдыңғы тісті бұлшықеттер жекелендіреді тарацикус лонгус иә тарацикус лонгус кеуденің ұзын бұлшық мынау тұр сосын қандай тармағы бар дедің? Қандай жүйке бар дедің? Нервус тарацикус лонгус пен жаңа одан алдын нервус субклавиус бұғана асты иә бұғана асты бұлшықет жекеленеді тек сол бұлшықетті ғана субклавикуляристі ма? иә мускул субклавикуляристі жекеленеді сол нервус субклавикулярис дорсалды мыналарды ше дорсалды жауырын үсті жауырын и тарацикус лонгус яғни кеуде ұзын кеуде нерві еді и бұғана асты бұлшықеттің нерві и қазір пекторалистерді айтып кетеміз мынау бұлшықеттердің бұғана үсті тармақтарын айтып жатырмыз қазір тек бұғана үсті ал бұғана асты ары қарай қол кетеді полный түсінікті оның барлығы қозғалтқыш сен жаңа неге бұғана нервус субклавикулярис дегенді айттың ғой жаңа сен енді ол сол да жаңағы не бұғана үстіне кіріп кете ма сонда жоқ бұғана үстіне кіреді яғни бізде иық өрім тұр ғой мына жақта түзде и мынау бұғана арқылы өтеді былай қолға қарай соның бұғанаға қатысы бұғана үсті бөлігін бөледі и бұғана астын біз қазір тек бұғана үстінен пайда болатын тармақтарды айтып тұрмыз жоқ содан да например мынандай тармақ шығамын нервус барлық қазір айтып жатқан тармақтар сонікі бұғана үстіне әлі астыныкін айтқан астыныкін әлі жетпедік түп негізі бұғана үсті болса да бұғана астын тармақ шығып тұр ғой иә тек бұл плексус қой плексус брахиалис иықтық өрім соны бұғана үсті бұғана асты деп бөледі қандай тармақтары бар дедің? Субклавикулярис, дорсалис, бұғана астылы, субклавикулярис, одан кейін бұғана астылық деп айтады. не ұзын кеуде, ұзын пекторалис, жоқ, латиссимус дорсалис, кеуденің лонги, лонги дорсалис, лонгиссимус дорсалис. иә мына жақта өрім жауырын үстілік біз қылқан үстілік деп айтқан жоқпыз ба жаңа біз мен қылқан үстілік деп айттым бірақ жауырын үсті да негізі бірақ қылқан үсті бұлшықетін жекелендіреді ну түсінікті қазір бізде 3 нерв қалды бұғана үстіден бізде енді нервус пекторалис латералис және медиалис деген бар латералис мына бөлігі медиалис мына бөлігіне сәйкес үлкен кеуде мен кіші кеуде бұлшықеттерін жекелендіреді ол жерде 2 тармақ ең соңғы тармақ бізде нервус торакодорсалис деген бар кеуде арқалық нерв кеуде арқалық нерв келді бізде мына жақта бізде мускулус латиссимус дорсалис мына жаққа бекитін еді қолдың иә сол келеді да нервус торакодорсалис осы арқылы келіп осы бұлшықеттің бойымен мынау бұлшықеттер жекелендіреді анау кіші ұршыққа барып бекіп тұршы ма иә қырқасына ма иә анау бір жеріне барып бекиді иә кіші креста креста туберкулин минорис жоқ аса жалпақ бұлшықет міне қарсы аса жалпақ бұлшықет міне бекіп тұрған соққан жерде міне тура бұлшықтың бойымен нервтер болып тұр яғни арқан аса жалпақ бұлшықетін жекелендіреді
бұған ол тармақтар тармақтар осы бізде кеуде арқалық тармақтар не болып кетті? تركة درسالس тарка дарсалис Кеуде арқалық. Кеуде дарсын. كيودي عرقة يا عرقة كيودي так бұған үсті аяқталды осы Бұған асты. 6 жүк айттық па жерде айттық. алтау алты ма иә алты жақтау дейді е қараңдар міне мына бөлігі бізде бұған үстінде орналасты жаңа тармақтар көктерден шықты енді мына көктер бізде келеді мына трункус супер медиа инфер тағы бір бірімен өрім құрайды уже ол жақта бізде фасцикулус латералис постериор медиалис деген үш не бөлікке пайда болады үш бөлік осы фасцикулус латералис мына жасылмен көрсетілген постериор оранжевыймен көрсетілген медиалис қарамен көрсетілген енді осы үш фасцикулустан уже қолдың жүйкелерін жүйкелендіретін нервтер шығады фасцикулус деген не Шандар ма? Буда ма? Буда фасция ғой шандыр деген походу иә фасция ол шандыр бізде жаңағы мысалға сен көрсеттің иә суретте короче мына жақта брахи шығады брахидан медиана тарамайды керісінше брахи мысалға медиана брахи екеуі бірге келеді сосын бөлініп кетеді или брахидан тарайтын нервті айтамын да Қазір келеді. кім мына сенен сұрап жатқан жоқпын мына иехорон мына жақта жоқ мына жақта нервус брахи ғой и нервус медианус это радиалис мысалға иә ульнарис медианус сол брахи солай жалғанып кете ма или брахимен бірге келе ма олар так мына жақта қара бізде бұғана үсті жаңа үш айтып кеткен супери медиа инфериор ол бұғана астынан кейін тағы бір бірімен байланысады да бізде фасцикулус латералис түзіледі медиалис түзіледі и постериор түзіледі уже фасцикулус латералис пен медиалистің екі тармағы қосылып бізде нервус медианусқа басқармайды и бізде мына жақта фасцикулус медиалис бар ғой ол бөлек екі терілік жүйке береді нервус кутанеус брахи медиалис нервус кутанеус антибрахи медиалис уже терілік бұлар мына медиалды бөлігін жүйкелендіреді бізде фасцикулус постериор келетін нервус радиалис нервус аксиляриске береді тармақ и одан бөлек жаңа латералисі бар ғой нервус мускула кутанеус содан шығады ол уже сондай тегі бұлшықеттік тармағы ма иә жоқ бұны сұрап тұрған мына жерде мына тоқ не еді мынау ортаншілікпен иә короче ортаншілік кәржілік қалай нервтенеді деп тұр кәржілікпен жоқ просто сен қара түсінбедің қаранаяқ деп бүйтіп ойлаған брахи келе жатады сосын брахи келе жатады бірақ келеді екіге бөлініп кетеді екіге Олай тармақталып емес, иә? кетеді ол өзі сондай ойлайды кешіріңіздер так түсінікті жоқ түсінбедік қазір енді түсіндік а латералисі пайда болады медиалис и постериор постериор сәйкес мына артқы бөлігін жүйкелендіреді терісімен бос шығатын медиалис латералис уже бір біріне қатысты медиалис па Медиалис жоқ. медиалис терісін көбіне и одан нервус ульнарис шығады шынтақты үшеу емес пе медиалис латералис постериор иә үшеу шығады иә үшеу бұған асты бұған астынан сол үшеу шығады и қалған нервтер шығады содан қолды жүйкелендіретін біз бірінші алдыңғысынан бастайық алдыңғысына бізде көбіне трункус жаңа фасцикулус латералис пен медиалис қатысады бізде мына жақта қарасаңдар міне фасцикулус латералис артына постериор міне медиалис медиалис мына тармақты енді міне фасцикулус латералис фасцикулус латералистен бастайық ол фасцикулус латералис өзі жеке ешкіммен қосылмай нервус мускула кутанеусқа тармақ береді міне мускула кутанеус бізде білектің алдыңғы бұлшығетін барлығын жүйкелендіреді иықтың бүкіл алдыңғы тобын жүйкелендіреді да бізде мына жақта уже терілікке алмасып кетеді мына шынтақ буын жақта сол үшін айтады екен ғой мускуле сол үшін тері бұлшықеттік тармағы соған сәйкес бірінші бұлшықетті жүйкелендіреді кейін терілік болып кетеді ол біздің білектің латералды бөлігін жүйкелендіреді терісін ненің бұлшықеттің медиалды бөлігін ба жоқ бүкіл алдыңғы бұлшықет бицепс антериор мына бөлігін толығымен бицепс брахиді брахия радиалис коракобрахиалис трицепсті жаңағы латералдысын жүйкелендірген ма жоқ постериор нервус радиалис оны қазір айтып кетеміз енді бізде қазір терлік зонасы міне бізде нервус мускула кутанеус мына иықтың бұлшықетін жүйкелендірді алдынан қараңыз и мына қараңдар мына жақта шынтақ буын латераль буыны терілікке алмасып кетеді міне жеті соның зонасы жүйкелендіреді мына алдынан қараған мына артынан қарағанда түсінікті яғни байқасаңдар бұлшықет пен тері зонасы сәйкес келмейді міне мына жақта бұлшықетін жүйкелендірді ғой и мына жақта үш па жоқ қара мына жақтан нервус мускула кутанеус шықты мына алдыңғы бұлшықетін жүйкелендірді бицепс нелерді сөйтіп мына латеральды бөлігінде шынтақ буынды терілікке алмасып кетті мына жерді қара
мына жақта қара терлікке алмасып кетті мына жақта. Ол келеді да білектің латералды бөлігін терісін жүйкелендіреді. Түсінікті? Мынау тұр. Дұрыс? Латераль сәйкес латеральды тері. Міне, нервус мускулокутанеус шықты. Иә. Алдыңғы топ бұлшықетін жүйкелендіреді иықтың. Сөйтіп мынау латералды бөлігі бар ғой. Латералды бөлігінде ол терлікке алмасып кетеді. Терлік алмасақ та бізде қол тұр ғой. Соны латералды терісін жүйкелендіреді. Онда артқа қарай бұрылмайды ғой, прям осы жақпен кете береді ғой. Осы жақпен кетеді. Екі бөлінеді дейді. Мускул, нервус, мускул. Жоқ, бұл енді терлік қой, бір тармақ қой. Қара, кутанеус, антебрахилатералис. Екеуі де тармаққа бөліне береді, бірақ зонасы бір ғой. Бір нерв ол. В общем, мына жағын Нервтендіреді. Мына жағын бұлшықеттері, инасын терісін нервтендіреді. мына жаққа кетпейді ғой, мына жаққа. Вот артынан қарасаң, мынандай кішкентай аймағын ғана жүйкелендіріп тұр. 8 деген бе? Иә. Қай жері соны? Иә. Мына жақ. Мына жер ғой. Иә, мына жақ. Мына жер. Алдынан артынан қараң көрінсе. Менікі үлкен болса. Онда Латералистің артына қарай жақын жер екен ғой, Иә, мына иә. жер болса. Екеуі бір жалғасып отыр ғой, бірдеңе бір жалғасып тұр. Иә? Так, енді бізде латералистің бір тармағын айтып кеттік, ә? Енді бізде латералистің екінші тармағы бар. Ол нервус медианус. Бұлшықет терлік тармақ дейін айттық біз. Так, иә, нервус медианус екінші. Нервус медианус бізде жаңа латералис пен медиалистің екі тармағын қосылуынан пайда болды. Міне, мына жақта фасцикулус латералис тұр ғой. Міне мынау медиалис тұр, міне екеуі бір тармақ береді, бізде қара нервус медианус түзеді. Нервус медианус уже бізде білектің алдыңғы бұлшықетін жүйкелендіріп қойды ғой, мускулокутанеус, оған тармақ бермейді. Ешқандай тармақ бермейді, былай түзу кетеді. Есесіне біз ана ортаңғы бөлігімен өтеді ғой, уже білектің ортаңғы бұлшықеттерін жүйкелендіреді. Мына жағын жүйкелендіреді. Мына жерден жүйкелендіреді. Оны жаңағы бұлшықеттерін жүйкелендіріп кетті ғой. Мына иық арқылы түзу жүреді, ешқандай тармақ бермейді. Сезімталда Жүйкелендірмейді. иә, иықта тармақ бермейді. Есесіне білекке таралды ғой. Білектің латералды және алдыңғы бұлшықеттер бар ғой, солар жүйкелендіреді. Ал мынау қалған медиалды бойлан нервус ульнарисін тармақ жүйкелендіреді. Яғни біз уже фасцикулус латералисті талдап біттік. Енді бізде медиалис бар. Медиалистікі нервус медианус шақты жаңағы. Бізде медиануста одан бөлек екі терлік жүйкесі бар медианустың. Медиас екіге бөлінеді. Физиодан салдыңдар ма бөлді? Медианус уже айтып қойдық. Мына бұлшықетін жүйкелендіреді. Мына алдыңғы және мына латералды. Мына жағын бізде нервус ульнарис жүйкелендіреді. Енді медиалистің тағы бір тармағы жаңағы нервус ульнарис шынтақ жүйке. Ол шынтақ жүйке тура мына жақтан шықты медиалды бөлігіне. Мынаған тармақ бермейді. Мына жаққа келеді, білектің медиалды бөлігіне бұлшықеттерін жүйкелендіретін тармақ береді. Ода сезімтал жоқ. Сезімтал жоқ. Сезімтал бар, бірақ ол кейін көрінеді. Бірінші бұлшықет тармақтарын беріп шығады мына жаққа. Ол сезімталдысын саусақтарда береді, Аллахтан. Алла қаласа сол кезде беремін. Иә, сезімтал сол кезде береді. Міне, мына жақта нервус ульнарис, мына жақта нервус медианус. Уже алдыңғы топ білек бұлшықеттерін жүйкелендіретін нервті айтып шықтық. Алдыңғы топ иық бұлшықетін жүйкелендіретін нервтер толығымен айтып шықтық. Ульнарис бар ғой. Ульнарис айтып қойдың? Медиалды бөлінеді. Жаңа айтты ғой. Медиалды бөліктерін айтты. Медиалды бөліктен шығады. Так, түсінікті ма? Иә. Әлде қайталайын ба басында? Қайталаш. Қара. Бізде фасцикулус латералис, медиалис, постеро шықты. Медиалис мына жақтан шықты. Латералис мына жақтан шықты. Постеро вообще артынан шығады. Енді Манекен емес ол. фасцикулус латералиске келейік. Фасцикулус латералистен бізде екі тармақ шығады. Түсіндік. Біріншісі нервус мускулокутанеус. Тері бұлшықеттік жүйке. Нервус мускулокутанеус келеді да, біздің алдыңғы топ бұлшықеті бар ғой иықтың. Бицепснелер, соларды қозғалтқыш жүйке тармақтарын береді. Сөйтіп мынау латералды бөлігінде шынтақ буыны сезімталдыққа алмасып кетеді. И мынау уже білектің латералды бөлігінде сезімталдық жүйке тармақтарын береді. Сезімтал зона. Жаңа көрсеткен. Ал екіншісі болса жаңа немен медиалиспен қосылып медианусты қоя ма? Енді қара, латералистің тағы бір тармағы, ол уже екінші фасцикулус медиалиспен қосылады. Фасцикулус медиалис, латералис бір тармақтан беріп, нервус медианус түзіледі, орталық жүйке. Орталық жүйке бізде уже алдыңғы топ бұлшықетін жүйкелендіріп қойды, мускулокутанеус. Ол мына жаққа тармақ бермейді ешқандай. Естественно, былай өтеді да, ешқандай тармақ бермейді. Білекте медиалды бұлшықеттер бар ғой мына жақта. Алдыңғы соған уже қозғалтқыш тармақтар береді, мына бұлшықеттер білектің. Жаңа терлік бұлшықеттерді, жоқ, терлік
нервтерге терлік нервтердің қасына барып нелерді береді ғой, иә, бұлшықеттік тармақтар. бұлшық тармақтарын берді. Сол бұлшықеттік. Одан бөлек мына жаққа созылады ол. Я қандай сол? Бірақ қазір айтып кетейін ба? Шатаспайсыңдар ғой. Шатасып кетеміз ғой бірінші. Ол медианус айтып шықты. Енді бізде уже фасцикулус латералис аяқтап тастадық бүкіл тармақтарын. И бізде медиалис қалды. Медиалисте мына жақта ғой. Бізде нервус ульнарис бөлінеді. Нервус ульнарис былай кетті. Мына жаққа тармақ береді. Осы жекелендіріп қойды. Мускулар кутанеус. Нервус ульнарис шықты. Медиалды бөлігін өтті. Мына жақта бізде мускус флексия карпи ульнарис дегендер Нервус қалды. ульнарис деген жақтан шықты. Міне медиалис тұр ғой. Медиалис тұр ғой. Медиалистен нервус ульнарис былай шықты. Медиалистен бір 4 па жеке шығады. Соның бірі нервус ульнарис. Жаңа біз латералисті айтып болдық, иә. Енді медиалиске кеттік. Медиалистің екінші тармағын айтып отырмыз. Медиалистен не шығады дедің екіншісі? Нервус ульнарис. Міне қарашы. Медиус сурет қара. Латералис тұр, Иә. латералис міне бір тармағы нервус Екеуін кутанеус. түсіндім ғой, екі тармағы. Бір тармағы міне нервус медианусты түсті медиалис. Медиалис уже бір тармақ айтып кеттік, медианусты. И қара, мына жақта тағы 3 жеке шығып тұр медианусты. Ульнарис, брахи латералис кутанеус и антебрахи кутанеус медиалис. Екі медиалис, иә. Қара, медиалис, жаңа 3 нерв тұрды, қалды. Міне, бізден нервус ульнарис шықты. Ол алдыңғы топ бұлшығынан тармақ бермейді, ешқандай. Естесіне, мына жақта бізде медианус, орта алдыңғы және латералды бұлшықтар жекелендіріп қойды, енді медиалды қалды ғой. Оны нервус ульнарис жекелендірді. Вот білектің уже бүкіл бұлшық жекелендіріп қойды. Уже мына жақта сезімтал кетеді, оны қазір айтып кетеміз. Енді бізде мына жақта латералды зонасын жекелендіріп қойды, медиалды қалды. Мына жақта вообще зонасы жекеленбеді. Мына жақта медиалды зонаны не жекелендірген Ол жоқ? қазір терлік бөлігін айтпадық қой. Тек бұлшықеттікті айттық, Тек иә. латералдығын айттық. Енді бізде нервус кутанеус брахи медиалис деген бір иықтық латералды терлік нерв. Ол келеді, мына иық тұр, иықтың медиалды бөлігін терісін жекелендіреді. Міне мынау бөлік терісін. И бізде уже кутанеус антебрахи медиалис деген бар. Яғни білектің медиалды несін терісін жекелендіреді. Яғни ол латералды медиал уже білектің толығымен терлік зонасын анықтап қойды. Мына жақта уже тек медиалды анықтады терісі. И жаңа бар ғой, латералды мен медиалдың ортасынан бізде медианус түзіледі. Орталық деген түзілді. бір Орталық тармақ жеке. бар, медианус түзеді, мына жерден бүйтіп өтті, мына жерде Түсіне қойып дұрыс қолым алып кетті. Тағы бір қызығы, нервус ульнарис бар ғой. Бастарынан өткен шығар мынау, шынтақтар ұрып алсаң дызылдап кетеді. кеше бұрша айтып отырды сан. Сол ғой, нервус ульнарис. Бұрша айтқан. Сол. Деме видеоға түсіп жатырмыз. Міне, медиалды бөлігін жекелендірді. Бізде уже медиалисті, латералисті талдап қойдық. Енді тек постериор болды. Постериор бізде бұлшықетті өткенде топографияда форамен квадрилатерум, трилатерум деген бар еді. Кутанеус нені? 3 қырлы және 4 қырлы тесіктер. Кутанеус мына жерде иық бұлшықеттерінің терісін нервтендіреді, ал антибрахи кутанеус болса мына жақтағы медиалды бұлшықеттер. Міне, кутанеус брахи медиалис, медиалды бөлігін терісін жекелендіреді. Болды, сол жерде қалады. Иә, қалды. И антибрахи медиалис бөлек тармақ. Білектің медиалды бөлігін жекелендіреді. Медиал деген мына жақта. Иә, медиал қарсы. Анатомия зерттегенде былай тұрасың. Мынау орталық сызыққа жақын бөлігі медиалис, алысы латералис деп аталады. Түсінікті. И біз постериор ғана қалды. Фасцикулус постериор. Былай тұр енді. Фасцикулус постериор. Бізде артқы тармақ, одан 2 нерв шығады. Нервус радиалис кәржіліктік и нервус аксилярис қолтық қасты. Бізде нервус аксилярис 4 басы тесіктен шығып тұр міне, мына жақта. Нервус аксилярис. Нервус аксилярис ол иық белдеудің бұлшықеттер бар ғой, дельта тәрізді соларға қозғалтқыш тармақ береді. Қолтық асты ма? Иә, қолтық асты, нервус аксилярис. И оның терлік бір несі бар? Тармағы нервус кутанеус брахи латералис супериор деген тармақ бар. Қандай екі тармақ дедің, иә? Екі тармақ емес, әшейін сол иық белдеуінен бұлшықеттерін жекелендіреді. Сол шыққан жеріне. И терлік тармақ береді. Терлік тармағы бізде мынау көрініп тұр. Жоқ, неден? 3 пен 2. Алдынан қарағанда 3 көк, артынан қарағанда 2. Осы терлік зона, нервус аксилярис. Постериордан аксилярис пен радиалис шығады. Аксилярис бізде жаңағы нені, сол жердегі меншікті бұлшықеттерді, сонымен И мына жақта шықты ғой. Мына бұлшықеттер жекеленген қозғалыс. дельтаидеустерді. Иә, мускул дельтаидеус сондайлар. Трицепс. И ол жақтан тағы сезімтал тармақ шығады. Мына жақта қараңдар, медиалды бөлігін жекелендіріп қойды. Бәрін жекелендіріп қойды ғой. Иә, мына жақта медиалын жекелендіріп, бірақ мына латералды бөлік қалды ғой. Терлік нервтер. Иықтың латералды зонасы қалды тері. Латералды зонасының жоғарғы бөлігін, бөлігін латералдың
жана нервус аксиллярисін сезімтал тармағы жекелендіреді мына теріні. Бізде латералис екі бөлікке бөлінеді, біреуін аксиллярис, біреуін радиалис жекелендіреді терісі. Мына бөлігін бізде нервус кутанеус брахи латералис, латералис жоғарғы бөлігін иықтың нервус аксиллярисін тармағы жекелендіреді. мына жақтар не дейді жаңағы брахи мен антибрахи ма? Кутанеус брахи медиалис, антибрахи медиалис. Бұл терлік. Терлік. А бұл шығеттікті? Бұл шығатын мускула кутанеус мына жақ. И мына жақта терлікке алмасып кететін еді. Мына жақтың бұл шығеттігін? Мынау алдыңғы ма? Иә, мускула кутанеус. Латералдысын. Латералды жоқ, мускула кутанеус жекелендірді. Полностью И жекелендірді. мына жақ медиалдысын жекелендіріп қойды, терісін медиалысын. Мускулус кутанеус брахи медиалис қажықтан шығып еді, медиалды бұдыдан ба? Кутанеус брахи медиалис, я медиалды. Медиалистен. Так, бізде қарашы, медиалды терісін жекелендіріп қойды ғой. Иә. Бізде латералдысы қалып тұр ғой. Мына жақты уже жекелендіріп қойды бүкіл аймағы. Алдыңғы. Екеуінің бұл шығеттерді жекеленді ма? Уже мынау жекелендіріп қойды, бүкіл бұл шығет мына жақта. Алдыңғыда. Бізде енді терлік зонасын мына бөлек жекелендіріп қойды. Мына екеуі, асты екеуі жекеленді. Мынау жекеленді жартысы. Бірақ мынау жартысы қалып тұр ғой. Латералисі қалды. Латералisi. Осы латералисін өзі екіге бөлінеді. Біреуін аксиллярис жекелендіріп, біреуін радиалис жекелендіріп. Түсінікті ма? Суpraаксиллярис. Радиалис сезгіштік тармақта шығады. Радиалисін сезгіштікте қозғалтқышты шығады. аксилляристе тоже сөйтіп жатыр сезгіштікке аксиллярис өйткені мына дельтаға қозғалғыш беріп жатыр да жоғары жағына сезгіш беріп жатыр. Бицепстің латералды бөлігіне жаңағы супериор аксиллярис. иықтың латералды бөлігі ғой бицепс Дельтаны да иықтың латералды бөлігін жекелендіріп. Но уже жартысы бөлігі жекелендіріп қойды. Аксиллярис сонымен аяқталып қалады. И қалған бөлігін уже Шешіп көрсетейін бе бұл шығетті прямо. нервус радиалис қалды қалған бөлік. Енді нервус радиалис. Ол фасцикулус постериордан шығады, артқы. Екеуі де солай. Артқы міне. Мынау аксиллярисін уже айтып қойдық міне. Енді біз ана үш қырлы бұл тесіктен міне радиалис шығып тұр. Міне артынан. Радиалис уже бірден бір сезімтал тармағын береді. Уже қалған латералистің мынау бөлігін жекелендіреді, төменгі. Болды, мынау уже алдыңғы бөлігі аяқталып қалды. Полностью аяқталып қалды. Артқысы. Енді артқысы бөлік. Енді Артқысы не жекеленді? қазір радиалис қой. Қара, нервус радиалис. Уже мына трицепс бөлігі қалды, алдыңғы төменгі бөлік. Соны радиалис толығымен жекелендіреді бұл шығатын. Енді артындағы білек бұл шығатын бар ғой. Артқыңғы білек бұл шығатын толығымен радиалис жекелендіреді. Ульнаристің жарысы бар ғой еще артында. Ол мұны дегенше. Ульнарис ол көбінесе флексорлар ғой, экстенсор болмаса бармайды. Негізі баратын жары күштер ма? Бірақ негізгі мағынасын түсінсеңдер болды ма? Радиалис только артқы бұл жерден бәрі өзі, иә? Артқы, көбінесе өзі. И радиалис. Бұл шығеттік тармақ и терлік тармақта бере ма? Иә, терлік. Мынау жаңа біз уже терлік тармағын талдап қойдық. Медиалды бөлім кутанеус брахи медиалис. Фасцикулус медиалистен шығатын. Латералдың жоғарғы бөлім аксиллярис, төменгісін радиалис. Артқы бөлігі де дәл сондай қалады. Мына жақта медиалисі, аксиллярис, радиалис. Тура сондай қалады артқы бөлігі. Түсінікті? аксиллярис Міне. Мына жақта міне нервус фасцикулус медиалис еді. Міне нервус кутанеус брахи медиалис шықты. Мына бөлігін жекелендірді. бұл шығет Жоқ, тері. теріні бізде брахи Мен брахи деп тұрмын. Кутанеус брахи. Тері бұл шығеттік. Медиалды тері бұл шығетін жекелендірді. И бізде латералды бөлік қалып тұр. екіге бөліп жекелендірді. Латералды бөлік екіге бөлік. Мына жоғарғы бөлім аксиллярис жекелендіріп тұр. кішкентай Мына төменгі бөлім міне радиалис. Енді алдынан қаран көрсең, артқысына қараса міне тура сондай. Мына медиалисі, жаңағы радиалистікі. мынау брахиалистікі мынау радиалис. мынау аксилларистікі. Аксиллярис болады. Түсінікті? Алдынан қара. Артынан. Артынан қараған кезде сонда мына жерді и алдынан қарағанда мына жерді. 6 деген қайсысы 6? Негіз кутанеус антибрахи. Антибрахи мына жерде екен ғой, иә? Антибрахи медиалис мына жақ, латералис мына жақ, мускулус кутанеустың тармағы. Қолымды қалап жүрсі, алып кетті. Жоқ, түсінікті. Иықтың осы артқа алдында терлік зона бүкілін талдап шықтық. Бұл шығеттерін уже талдап шықтық, нені жекелендіреді. И өзі радиалис төмен кетеді. Төмен кетеді да бізде. Жерге түсіп кетеді. Иә, түсіп кетеді міне. Төмен кетеді міне. Төмен кетеді да ол білектің артқы бұлшығетіне, артқы терісіне
артқы сезімтал тармақ береді. Ол уже білек сәл өзгеше міне. Алдынан қарағанда тек медиалды мен латералды еді, ал артына радиалис тағы тармақ береді, ортанысынан өтетін. Артқы сезімтал. И артқыда бізде 3 терлік зона. Біреуін жаңағы медиалис антебрахи, біреу мускулокутаносный латералисі терісін жүктелендіретін. И артқы бөлігінде радиалистің қалды, ортасынан өтетін екеуі. Міне. Әрең сөйтіп ашылып болды қалған. Осы. Енді біздің нервус радиалис бұл тармақ берді. Мына жақта не канал бар, каналис супинаторис деген бар. Мына супинаторис нервус радиалис, сезімтал тармақ берді. Мына жақта бергенде бізде нервус радиалис суперфициалис профунда, бетке терең деп бөлініп кетеді. Бетке былай кетеді, алдына бұрылып кетеді. Ешқандай тармақ бермей. Профундасы мына артқы бөлек бұлшықеттен жүктелендіретін, экстенсорлады. Профунда мына жақта аяқтап қалады. Есенсен суперфициалисі былай келеді да, алдыңғы бөліммен. Мына жақта тағы бұрылады да, теріні мынау бөлігін жүктелендіреді. Алғашқы 2 саусақ толық, 3-тің жартысын жүктелендіреді. Аха, түсінікті. Ол үш теріге еттік. Мына Сол жеріне үшін алды артын инаның жартысын ба? Бар. Так, бізде... Бұл бізде радиалис. Міне, қара. Жаңа радиалистің суперфициалис міне, қара. Профунда суперфициалис деп бөлінді. Тез каналда. Профундасын артқы бөлігін бұлшықетін. Білектің артқы тобын жекелендіріп қойды. Бұлшықетін. Суперфициалис бұл алдыға қарай шығып кетеді бұлай. Алдыға қарай шығып кетеді да. Алдыға қарай тағы бұлай бұрылып кетеді. Бұрылады міне. 3 саусақ тұру. Бір мен 2-ні толық жекелендіреді, 3-дің жартысын жекелендіреді. Терілік. Мына жағын ба? Мына бетін. Бізде алақан жағын естейді. Міне, мына жақтан суперфициалис шықты. Алақан жағында екі саусақ толығын жекелендіреді, 3-дің жартысын Мына жекелендіреді. жақтары ғой, иә, сонда. Сонда мына жағында да жүктелендіріп жатыр деп оғамыз ба? Жоқ, о жағын емес, тек арты. Тек қана сыртын, иә? Сол радиалис, е? Радиалис. Вот, Радиалистің тармақтары. иә, радиалис. Мына жүйен Вот, медианус жаңа ульнарис қалып қалды. Анау, медианус пен ульнарис мына жаққа шейін айттық қой. Мына бөлек қалып қалды. Жаңа который. Иә. Болтығынан жүрген медианус. не деп айтып еді осына? Келді да. Омру. Омру деп айтқан. Омру деп айтқан. Иә. Міне. Медианус. Нервус О медианус. деген Ульнарис, ульнарис, мо деген медианус. медианус, радиалис. Иә. Мына жақта енді медианус шықты, мына жақта ульнарис. Енді бізде мынау тұр ғой. Медианус мына 1 мен алдынан қарағанда 1, 2, 3, мына 4-тің жартысын жекелендіреді терісін. 1, 2, 3, 4-тің жартысын. Иә, 4-тің жартысын Қадем жекелендіреді. ол мына жақтан келе жатыр емес, бүйтіп келе бізде. Иә. Сондықтан Медианус. 1, 2, Медианус. Енді 4-тің жартысы енді қалды ғой 5. Ол соны алдынан ульнарис жекелендіреді. ульнарис. Мына жақтан істейміз. Он қазір қара. Мына жарты бөлігі қалды. Иә, мына жақ. Енді қара, нервус ульнарис, ол рамус дарсалис, рамус суперфициалис бөлінеді. Суперфициалисін алдыңғы бөлігін жекелендіреді. Дарсалисі бұрылады да, мына қалған бөлігін жекелендіреді. Былайынан, иә. Ненің? Қара, мына жақта радиалис дедік қой, мына жартысын. Қолын жазып тастап, жазып көрейінші. Қолын жазып тастайық оны. Мына радиалис дедік, иә. Медианус алғашқы 4-тің жартысына шейін жекелендірді, мына бөлігін. Ал қалған бөлігін ульнарис. Медианус, Қара, медианус мына жаққа шейін. 4-тің жартысын именно үшеуін, иә? Алдыңғы бет. Иә, мына үшеуін, алдыңғы бет. Ал жаңағы радиалис, мынаны. Иә, мына бөлігін, иә. Мына жарты. Енді бізде ульнарис қалған бөлігін алып қара. Нервус ульнарис мына жақтан шықты ғой. Мына жақта бізде 2 тармаққа бөлінеді. Артқы және беткей. Беткейні алдыңғысын қалған 2 саусақ жекелендіреді. 4-тің жартысымен 5 толық. Мына 4-тің жартысы 4-5 толық. Ол 3 деген артында ғой, 3-тің жартысы. Мына бөлігін жекелендіреді. Ал рамус дарсалисі тура радиалис секілді бұрылады да. 3-тің жартысына 4-пен 5 жекелендіреді. Болды, күшті болды. Екі ойрама, жеті аяқталады негізі. Күшті.